Сәлем достар, сіздермен бірге мен Мерей, және де бүгінгі челленджіміз 24 сағат бойы Барби өмірімен өмір сүреміз. Түсінікті қылып айтқанда, мен 24 сағат бойы розовый цветте боламын. Видеомды бастайын. Әрине, ең бірінші бізде осылай таң атады. Ең алдымен тұрдым, және де міндетті түрде жуынуым керек. Жуынып алғаннан кейін мен әрине таңғы асымды ішуім керек. Ең алдымен ыдыстан алып алуым керек. Әрине, розовый цветте. Мені қалай ұшып тұр деп ойламаңыздар. Менде осындай 3 бокал бар, екеуі розовый цвет. Маған екеуі де ұнайды, бірақ мен осыны таңдадым. Біз бұны таңдадық. Енді бізге розовый сусын керек. Менде осындай компот бар десе де болады. Осыны ішемін, ал жегенге осындай торт жейтін боламын. Міне бізде бәрі дайын. Енді тамақтанайық. Енді мен ыдысымды жуып болғаннан кейін салонға шығатын боламын. Ал енді ең қызығы киімді таңдау. Менде осындай екі түрлі розовый киім бар. Біріншісі осындай, екіншісі осындай. Маған негізі екеуі де ұнап тұр, бірақ та мен біріншісін көп жерге киіп қойғанмын, сол үшін екінші киімді киетін боламыз. Маған өте қатты ұнап тұр. Ал енді боянамыз. Мен негізі шын өмірде ондай көп қатты боянбаймын, бірақ енді бір жаққа шыққанда бояну керек. Мен осындай помада, негізі білмеймін бұл не екен, помадаға ұқсайды, поэтому мен помада осылай жағамыз. Енді румяна жағайық. Достар, мен әшпек шешпеппін, ұмытып кетіппін. Қалай бояп жатыр деп ойлаған шығарсыздар. Енді туш. Енді шашымызды тарап жіберейік. Болды достар, бәрі дайын. Кеттік. Маған очки таққан өте қатты ұнайды, сол үшін менде осындай 3 түрлі очки бар. Әрине, екеуі розовый, біреуі фиолетовый. Фиолетовый бізге болмайды. Мынандай розовый очки бар. Және мынандай. Достар, білмеймін, маған екеуі де қатты ұнап тұр, бірақ мен мынаны таңдайтын боламын. Все, бәрі дайын, кеттік. Кошелегімді ұмытып бара жатырмын. Сол үшін мен мынандай затқа саламын. Кеттік. Міне достар, келдік салонға. Енді қай жерге кіретін білмей тұрмын. Сәлеметсіз бе, кіммен сөйлесіп тұрсыз? Мен видеоға түсіріп тұрғанмын. Маған шаш боятын жерлер қай жерде екен? Оңға қарай бұрылыңыз. Жарайды, рахмет. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Келіңіз. Не істейін деп едіңіз? Мен шашымды сары түске бояйын деп едім. Әрине. Келіңіз, мұнда жайғасыңыз. Очкиңізді шешіңіз, және заттарыңызды маған беріңіз. Келіңіз камераңыз. Жоқ, маған керек, мен видео түсіруім керек. Бүтірлі екенсіз. Жарайды, өзіңіз біліңіз. Бірінші басыңызды жуып аламыз. Болды ма? Осылай қидым. Яғни жөні тағы жібересіз бе? Енді қалай, ұнады ма? Мәссаған, маған өте қатты ұнады. Достар, сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ендеше үйге кеттік. Рахмет, маған өте қатты ұнады. Ол жуған кезде кетіп қалады ғой, иә? Иә, әрине кетіп қалады. Бір жуған кезде уже жоқ болып кетеді. Так что уайымдамаңыз. Жақсы, рахмет, маған ұнады.
Не, төлейін деп едім. Ана жерге барып төлейсіз. Жарайды. Сау болыңыз. Біртүрлі қыз екен, иә? Иә. Все болды ма? Енді менің қарным ашып кетті. Өкінішке орай мен розовый тамақ жей алмаймын, себебі бұл жерде ондай тамақ сатпайды. Мен осындай кафешкаға келдім. Сам бересіз бе? Мен осындай заказ еттім, және достар комментарийға жазып кетіңіздер. Барбиге ұқсап тұрмын ба, әлде жоқ па? Енді мен міндетті түрде Барби киносына келдім. Міне енді кинода басталайын деп қалды. Тыныштық сақтаңызшы, өтінемін. Кешірім сұраймын. Тыныш. Міне мен үйге келдім, және де мен қазір шашымды жууым керек, себебі краскасын кетіру керек. Менің бүгінгі күнім осылай өтті. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Және комментарийға сіз бұл киноны көрдіңіз ба, көрмедіңіз ба, сол жайлы жазып кетіңіз. Сау болыңыздар.